Хадисте келеді, асыр намазын үзірсіз қаза қылған адам бүткіл дүниесінен, бала шағасынан айырылған адамдай болады. Ертең ол сол бір намазын қазасының азабын көрсе, қандай жазасын білсе, сіз бүткіл бала шағаңыздан айырылып қалсаңыз, дүниеңізден айырылып қалсаңыз, қандай күй кешесіз? Бір намазын тастау сондай дейді. Жақсы, бұл дүниеде сондай жағдай болып қалса көтереді ау. Ол өмір сүре алады, жақсы, бала шағасынан айырылып несінен. Бірақ ақыретте ондай емес. Одан да қатты азаптар бір намаз үшін. Бірақ неге асыр намазын айтқан? Өйткені адамдардың көбісі асыр намазына мән бермейді. Неге? Құранда Алла Субхану айтады: "Хафизу алас-салавати уас-салатил уста". Намаздарына бекем болыңдар дейді. Әсіресе ортаңғы намаз дейді, яғни асыр намаз дейді. Неге Алла Тағала асыр намазын, екінті намазын бөлек айтты? Өйткені екінті намазы шаруаның бітейін деп қалған уақыты, біз жұмыс жасап жатқан кезде міне бітіре салайын, кейін оқимыз деп адамдардың көбісі сол асыр намазын қаза қылады. Не үшін? Жаңағы шаруа үшін, дүние шаруа үшін.